Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өзен аңғарының құрылысы. Сабағымыздың мақсаты өзен аңғарының құрылысын түсінетін боламыз. Енді климат жағдайларының аумақтық өзен торының жиілігіне және оның ағын мөлшеріне, режиміне тікелей байланысты. Оны атақты климатолог Ваяков өзендер климаттың өнімі деп ерекше атап көрсеткен. Енді алдарыңызда тұрғандай өзен жүйесі және өзен бассейні дегенне. Өзен жерасты суларын өзімен қосып алатын аумақты бассейн деп атайды. Ірі бассейн бар өзендерге Амазонка, 7 миллион километр квадраттан астам, Конго жатады. Өзен бассейндерінің арасындағы су айрығы деп аталады. Шекараны су айрығы деп атаймыз. Ол мына суретте айқын берілген. Қазақстан аумағын шартты түрде 8 су шаруашылық бассейнге бөлуге болады. Олар Арал Сырдария, Балқаш Алакөл, Ертіс, Орал Каспий, Есіл, Нұра Сарысу, Шу Талас және Тобыл Торғай деп аталатын ең ірі бассейндеріміз бар екен. Яғни Қазақстан аумағы бойынша 8 ірі бассейн бар екен. Енді аңғарлардың жіктеліміне келейік. Көлденең кескін пішіні бойынша өзен аңғарлары мынандай типтерге ажыратылады. Саңылау, каньон, шатқал, аңғар, сай дейміз немесе, у пішінді аңғар, астау тәрізді аңғар, трапециялы аңғар, жәшік тәрізді аңғар, айқын көрінбейтін аңғар деп аталатын түрлер бар. Енді осы аңғарлардың жіктеліміне жеке тоқталып кетейік. Мына алдарыңызда тұрған суретке назар аударып отырыңыздар. Шатқал деп бөктері жарқабақты немесе жарқабақты жаңа түзілген, терең ойылған аңғарлар аталады. Егер аңғар беткейі тік болса, жарқабақты, ал аңғардың көлденең көрінісі у пішінді болса, сай деп аталады. Ол мына сіздің кітаптарыңыз алдарыңызда тұрған неде суретімен бейнеленген. Каньон деген испанның құбыр сөзінен шыққан, жіңішке тік жақтаулары терең ойылған аңғарлар. Мына суретте де ол әріпімен белгіленген. Астау тәрізді аңғарлар террасалы кешені жақсы дамыған жазық өзендерге лайықты болып келеді. Ол мына суретте В әріпімен белгіленіп көрінген екен. Яғни мына көріп отырғандарыңыздай аңғарлардың осындай көптеген түрлерінің бары, әр қайсының жеке ерекшелігімен сипатталатындығы белгілі. Енді балалар, өзен эрозиясы деген не екенін айтайық. Жалпы эрозия деген не екенін білеміз. Өзен ағысының өз арнасынан тереңдету үдерісі мен оның жан-жағына қарай жайылуын эрозия деп атайды. Эрозия сонымен бір мезетте су ағысының жынысты қалың қабатын тігінен кіркесуін, яғни терең эрозия деп атайды. Жағалауын шаю арқылы өзен аңғарының қиылысатын болса, оны жақтаулық эрозия деп атаймыз. Сонда екі түрі болады екен. Өзен өзінің арнасын одан әрі тереңдете алмайтын деңгейді эрозия базисі деп атайды. Айтылған жаңа ұғымдарды дәптерімізге жазып отырайық. Енді келесі балалар, өзен аңғарының құрылымына келейік. Өзен аңғарының элементтері мынандай: арнасы, жайылмасы, өзен террасасы, сағасы, тағы басқалар жатады. Өзен арнасы деген не? Бұл өзен аңғарының барынша терең бөлігі. Ол арқылы өзен сағасында ағып өтеді. Әрбір өзеннің арнасында қайраңдар мен иірімдер кезектесіп отырады. Қайраң өзен суының тайыз жерлерінде, ал иірімдер су арнасының терең жерлерінде болады. Міне осыны естен шығармаймыз. Өзен арналары иректеліп ағады. Жекелеген бұрылыстарды айналма немесе ирелең деп атайды. Жайылма бұл өзен аңғарының түбінің бір бөлігі. Ол өзен арнасынан көтеріңкі болады және су тасыған кезде үнемі су басып отырады. Өзен террасалары бұл өзен ағысы барысында қалыптасқан аңғар бөліктеріндегі жер бедерінің баспалдақ тәрізді пішіні. Өзен террасалары жалпы алғанда өзеннің бұрынғы жайылмалары болып саналады екен. Сағасы өзеннің төменгі жағында өзен тастарының түзілген өзен тарамдары мен тармақтарының тарамдалған желісімен жырылған ойпаңды айтамыз. Осы тақырып бойынша айтылған жаңа сөздерді дәптерге жазып отырыңыз. Келесі, мына суретте көріп отырсыздар, жаңағы өзен аңғарының құрылымдарын берген. Міне өзен арнасының ирелеңдерін көріп отырсыздар, өзеннің сағасының қалай жаңағы жүзеге асатындығы мына суретте айқын көрініс тауып тұр деп есептейміз. Өзеннің енді гидрологиялық режиміне келейік. Жалпы сіз білесіздер, өзен сулары әртүрлі жолмен қоректенеді. Мысал ретінде мұздықтармен қоректенетін Исландия аралындағы өзендер.
қар суы мен Ресейдің солтүстігіндегі өзендер, жаңбыр суы мен мысалы Амазонка өзені, жер асты суларымен және аралас қоректенуде тән. Өзен режимі белгілі бір мерзім ішіндегі деңгейдің өзгерістері бойынша анықталады екен. Сонда өзендердің гидрологиялық режимі дегенде біз олардың қоректену типін айырады екенбіз. Енді сабағымызды балалар қорытындылай келе мына тапсырмаларды орындап келейік. Сұрақтың дұрыс жауабын табыңыз дейді. Өзен жүйесі мен өзен бассейні бір-бірімен несімен ерекшеленеді деп мында екі жауапты берген. Осы екі жауаптың қайсысы дұрыс екенін табуларыңыз қажет. Тапсырма 2-де тест тапсырмалар берген, 5 сұрақтан тұратын. Әрбір тест тапсырмаларының дұрыс жауабы, яғни бір жауабы ғана дұрыс екені белгілі, сол жауапты таба қоясыздар. Өзен суының шығыны дегеніміз не? Мысалы, бірінші сұрақ. Екінші, мұздықтар қандай аймақтарда таралған? Үшінші, Қазақстан өзендерінің қоректенуіне байланысты қандай типтерге бөлінеді? Төртінші, қай өзенде су электр станциялары көп салынған? Бесінші, қай аймақта өзендер көп орналасқан деген сұрақтарға жауап береміз. Енді балалар, сабағымыздың соңында үйге тапсырма алып алайық. Ермек саздан немесе басқа материалдардан өз қалауларың бойынша өзен аңғарының моделін жасайсыздар. Соның көмегімен өзен аңғарының құрылымының ерекшелігін түсінетін боламыз. Параграф 21-ді оқып, кескін картаға дүние жүзіндегі ең ірі өзендерді түсіріп келеміз. Міне балалар, бүгін біз жалпы өзен аңғарының негізгі құрылымдары бойынша түсінік алдық. Енді үйге тапсырма берілді, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.